Этносаралық тұрақтылықты нығайту басты міндеттердің бірі. Ұлттар бірлігін бекемдей түсу, олардың арасындағы достықты сақтау атқарушы билікке аманат. Осы орайда аталған тақырып төңірегінде тұшымды ой, пайымды пікір білдіру мақсатында басқосу ұйымдастырылды. Оған этномәдени бірліктің төрағалары мен қоғамның белсенді мүшелері де қатысты. Қазақстан этносаралық татулық пен бірліктің өзіндік үйлесімділігін тапқан бірегей модель қалыптастырды. Татулық пен келісім ұрпақтан ұрпаққа берілетін үлкен мұра. Осы орайда Тараз қаласы әкімінің орынбасары Алмас Садубаев 2020 жылғы 5 мамырдағы статистикамен бөлісті. Ондағы мәліметтер бойынша қала тұрғындарының саны 360.286 адамды құрайды. Оның ішінде 70-тен астамы этнос өкілдері. Облысымыздың басшысы Бердібек Машбекұлы Сапарбаев мырза да әрқашан осы ұлт татулығына, бірлікке әрқашанда айтып, шақырып, оны бақылап, қадағалап, осындай іс-шараларды әрқашанда өткізуіміздің өзі біздің осы бірлігіміздің жарасқан белгісі. Сондықтан да осындай достық үйінің барына Тараз қаласында мен өте қуанып. Ұлтаралық татулықты теңістау мақсатында бейбітшілік пен келісім мобильдік тобы жұмыс істеуде. Арнайы топтың атсалысуымен қала ішінде 40-қа жуық түрлі тақырыпта ақпараттық жұмыстар жүргізіліп, 21 әлеуметтік сауалнама алынды. Сондай-ақ қарапайымдылық іс-шаралары да жиі өткізіледі. Жақында ғана Қазақстан Халқы Ассамблеясының өкілдерінің атсалысуымен 20-дан астам медицина қызметкерлеріне әлеуметтік көмек көрсетілді. Біздің осы достығымызбен, татулығымыз бен ынтымағымызбен бірге жұмыс істеп келе жатырмыз. Сондықтан енді барлықтарыңызға айтатыным, достығымыз бұдан да нығая берсін, ынтымағымыз арта берсін, мынау бірлігіміз бұдан да күшті болсын, мынау адамның адамдығы осындай қиын-қыстау кезінде қатты білінеді ғой. Осы мынандай пандемия кезінде шынында да біз бір-бірімізге чат арқылы тіл тілеп отырдық, ауырып жатқандарға жақсы тілегімізді айтып отырдық. Жиынға қатысушылар осындай игі істерімен бөлісе отырып, алдағы уақытта бұл бастаманы жалғастырмақ ниеттерін жеткізді. Назерке Ерболқызы, Жамбыл Ньюс.